ішіндегі ең мықтысына ғана дін айтайықшы, көкмиларды емес. Кешіріңіздер, бұл жерде барлық діндарларды көкмей дегенім жоқ. Оянайық қазақ, ойланайық қазақ. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Америкада, Нью-Йоркта жүрген кезде бір еврейдің діндарымен, прадарымен танысып қалдым. Таңғажайып әңгімесін айтты. Осы уақытта дейін сол сөзін ойлап, неше түрлі ойға кеттім. Тіпті қайсы бір күні соны таң атқанша ойланып, неше түрлі бір ойларға кетіп, таңғажайып болып тұрғаным есімде. Ендеше осы еврейдің сол азаматтарыменен сөйлескен кездегі әңгімемді қысқа нұсқа айтып жіберейін. Біріншісі. Естіп отырған болсаңыздар, бір комментарий жазып, лайк басып жіберіңіздер, таратып тастаңыздар. Міне Фейсбуктен астында қисық стрелкасын басып бөліп тастаңыздар, бөлісіп тастаңыздар. Біріншісі, мына еврей екеуміз ол енді қыста ғой, ақпанда Нью-Йоркта жүрген кезіміз, ерігіп екі қолымыз алдымызға сыймай, екі кебісті бір-біріне қағыстырып отырған кезіміз. Сонда жаңа әңгімелесіп қалды. Қонақ үйдің несінде, астынан бір түсіп жасам, кәдімгі оларда ұзын қарақалпақ болады. Ұзын қарақалпақ ол делегей болады. Сосын сол қарақалпағын мына жанынан, мына құлақтың түбінен, тіпті мына жақтан ұзын қылып, кәдімгі сақалдарын өріп, оны кәдімгі біздің кішкентай қыздарға тұлым еткен сияқты, мына екі шетінен екі тұлым түсіріп алады. Соны әңгімелесіп қалдық. Мен таңырқап, енді бұдан бұрында қанша еврейлермен жаңағы талай бірге болдық қой. Бірақ таңырқап сұрап, сосын дініміз туралы айтып, мен өзім мұсылман екендігімді айттым. Сосын екеуміз біраз әңгімелестік. Оларда мысалы еврей дегенмен, ол мына Израиль билігінің, Израиль мемлекетінің арабтарға, палестиндерге жасаған қорлық зұлымдығына қарсы екендіктерін бәлен рет елге шыққандарын бәрін айтты. Оны бұрында білетінмін. Олар мынау Израильдегі тіпті кейбір діни ағымдардың өзін олар құптамайды. Тым саясиланып кетті, дінде кісі өлтіру жоқ деп, кәдімгі таза діни адам тұрғысында біраз әңгіме айтты енді. Сосын бір қызық нәрсе есімде қалды. Соны айтайын. Мен мұсылмандардың тәркі дүние болып кеткенін, мына дүниеде мысалы мемлекет құру, мемлекетті демократияландыру, еркіндік, теңдік, әйелдердің, балалардың білім алуы, саяси құқықтық нормалар, мемлекеттегі әділдік, теңдік мәселесі, халықтан жиналған қаражатты ғылымға, техникаға жұмсау, халықты абаттандыру, адамдардың ілім білім өресін арттыру жағында артта қалып қалған сияқты жаңағы әттеген-ай дейтін жайттарды айтқан кезде ол айтты. Неге екенін білесің ба дейді. Мен білмеймін. Мен неше түрлі сылтауы бар ғой дедім, неше түрлі себебі бар ғой. Онда мен айтайын дейді. Мен сендерді кінәламаймын дейді, бірақ өзімдегін айтайын дейді. Бізде дейді орта мектеп оқыдық дейді. Қанша класс болды дейді, параллель орта мектеп бітірдік дейді. Сонда бірінші сыныптан бастап мұғалімдер бізді архивтестіреді дейді. Сол Нью-Йорктың өзі, арнайы өздерінің Нью-Йоркта региондары бар екен. Ол жерде діни полиция болады дейді. Кәдімгі ашық-шашық киген әйелдерге ана діни полиция ескерту береді дейді. Ол кәдімгі еврейлер регионы екен. Содан дейді бірінші сыныптан бастап бізге жаңағы белгі ұрылады дейді. Мынау дейді темір терсек, пен бұрауға арналған дейді. Мынау жаңағы ойланып қиялданып философия, мынау дейді әнге, биге, музыкаға, нотаға бірдеңкеге, мынау дейді құрт құмырсқа зерттеуге дейді. Сөйтіп жаңағы айта бастайды екен де. Соның басында дейді мына мейірімділік, жұмсақтық, әділдік туралы, сосын мына бастың істеуі, IQ, мидың жаңағы нетуі бәрін детіп, ең керемет, ең супер, ең талантты, ең ізденгіш, ең бір ұйқысыз жаңағы ең ізденіп жүріп бәрін істейтін жігіттерді, баладарды таңдап тұрып алады екен де. Соны ең соңында орта мектеп бітіретінде ата-анасын тексеріп, жеті әкесін тексеріп, ана жағынан тексеріп, қандай да психологиялық ауру бар ма, кемістік бар ма, жаңағы қарам жеп қойды ма. Бұларда да өздерінің халал қарам стандарты бар. Оның атын бірдеңе дейді, қазір есім алмай отырмын. Бізде халал стандарт деген сияқты, олардың халал стандарты бар. Тіпті олардікі халал стандарты біздікінен кейбір жер қатаңдау. Тіпті мысалы малдар туралы болса, малдың сирағын жемейді, боққа тиіп тұр деп болды мысалы. Тағы бір, бірақ енді жүзім шарабын халал дейме, ол жағын анық білмеймін. Қысқасы бізде ұқсас жерде көп, артық жерде бар, кейбір жерде бар. Сол қысқасы жаңағы баланы дейді, ең басы керемет істейтін. Философиясы тастай, логикалық ойлауы тастай, адам жылы жүректі, жұмсақты, тәуелсіз ойлай алатын, бір нәрсені жаңағы бірнеше аспектіден, бірнеше тұрғыдан еркін ойлай алатын, тың, дара тұрғыдан ойлай алатын, сондай жаратылыстану пәндеріне, математика, физика, химиясы да шағатын, қоғамтану пәндеріне де тарихыңды, географияңды шағатын, саясатын шағатын. Соның бәрі жан-жағынан жетілген супер IQ, миы да, IQ деген ми, интеллигентті, жаңағы ақыл санасы, бізде айтқанда зейіні дамығанын алып, және оның әке жеті атасына, шешесін жеті атасына, одан архиві бар жағын тексеріп, басқа жаңағы еврейдің ауылда, жаңағы сол өздерінің микрорайондар бар, ақсақалдар куәлік етіп, иә, бұның әкесі шыншыл, шешесі шыншыл, бұлар арақ шараппен уланбаған, бұлардың тарихында жаңағы психологиялық аурулар жоқ, қылмыстық не жоқ деп куәлік етіп, бәленбай шалдары жаңағы діни неме равиндер қол қойып барып, сол бала ең таңдалған, ең үздік, ең керемет, барлық жағынан жетілген баласы дін оқиды екен. Және ол дін оқиды, ол дінде тек қана еврейдің діні емес, тарихы, анау мынау, перғауын заманы, Мұсаның тарихы жатқа айтады дейді. Ол Израильдің әрбір құмын жаттап алу керек дейді. Және өлі емес. Және оның тәуелсіз ойын айтуына болады дейді.
тәуелсіз ойнайды. Ана біздегі сияқты бітті мына 20 хадисті жаттап алып 20 жыл молда болу деген жоқ дейді. Енді менің сөзімде. Бірақ соның бәрін біліп, керек десең ол саясаткер, керек десең ол ғалым. Ең керемет сөйтіп дінді оқып келіп, сосын барып жаңағы еврейдің діни қызметкері болады екен. Ал бізде, мен басқа да айтпай ақ қояйын, бізде баяғыда білетін 5-ші сынып оқып кетіп, қой бағып жүргенде барады, Қытайда жүргенде қой бағып жүрген тіпті оның әкесі дінмен қатысы жоқ, елді шоқтап бақсып әлгеріп айту, былай қарасаң молда, былай қарасаң бақсы сияқты бір қуғынбай біреу 5-ші сынып оқып жүргенде, сен дінге қатысты дейді ғой, құлқу Алланы қай жерде сен құлқу Алланы үш қайырған болды бітті, әлгі аппаратта ислам институтын оқыды. Ол өзі оқып жүріп айту, жартысында орта жолда арақ ішіп қойып, сенбі күні жаңағы жай студенттер мына спорт жаңағы институты деген бар, колледж деген бар, оны арақ ішіп қойып, одан қуылып кетіп қайта барып айту дипломын алып келіп, сол имам болып жүрді. Ал енді басқасында осы дін оқығандар мен білетінде логикалық, философиялық ойлауы, тәуелсіз ойлау, жаратылыстану былай тұрсын, мына қоғамтану пәндерінен бір сауаттыларын көргенім өте сирек. Сонда біздің де догма болмай, біздің аталмыш діндарлардың жаңағы болмай қайнайды. Сондықтан мен ойлаймын, бізде дін саласын ұстаған азаматтар барлық жағынан жетілген, және жүрегі, руханият таза, тегі таза, психологиясы таза, қорқақ емес, үркек емес, жаттанды емес, 20 сүре жаттап алып, 20 хадис жаттап алып, 20 жыл езіп қыртатын көкмиларды емес, таза, ең керемет жігіттерді ғана дін оқытайық та, былайғыларын қойшы, сен қойшы бол, басқаға бармайсың, сен бенк бұра, сен жаңағы қасапшы бол, сен саудаға бар, сен ақша қу, сен мына математиканы зертте, сен физиканы зертте деп, біз ішіндегі ең мықтысына ғана дін оқытайықшы, көкмиларды емес. Кешіріңіздер, бұл жерде барлық діндарларды көкми дегенім жоқ. Бірақ біздегі шүкір байғыл, тәуба қыл, қатыныңды тартып алса да мүлгіп отыра бер, бір көзіңді ойып алса, екінші көзің бар ғой, тәуба қыл дейтін жындыларда мына халық әбден құл болып кетті, соған ашынғанда айтқаным ғой. Оянайық қазақ, ойланайық қазақ. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, сау болыңыздар. Лайк басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да. Лайк бассаңыз, шындан көрінімі бір келді.